sé amarte, disfruto acariciarte y ponerte a mí. Es escalofriante tenerte de frente, hacerte sonreír. Daría cualquier cosa por tan primorosa, por estar siempre aquí. Y entre todas esas cosas, déjame quererte, entrégate a mí. No te fallaré, contigo yo quiero envejecer. Алдымен 120 грамм сары майымызға 80 грамм бал қосамыз. Ал енді үстіне 120 грамм қант қосамыз. Енді барлығын жақсылап ерітеміз. Және достар, айта кететін жайт, мынау қазанның ішінде су бар, және ыдысымыз суға тимеуі қажет. Және осылай жақсылап ерітеміз. Ал енді осыдан кейін ішіне 4 жұмыртқаны жарып, яғни ыдысымызды газдан аламыз да, ішіне 4 жұмыртқа жарып саласыздар, одан кейін жақсылап араластырасыздар. Одан кейін ішіне бір ас қасық ас содасын саламыз. Және тағы да жақсылап араластырамыз. Ал енді ішіне 270 грамм ұнды ситадан өткізіп саламыз. Ал енді пергамент қағазға диаметрі 20 болатын шеңбер сызбаламыз да, осылай ішіне сұйықтығымызды, яғни құйып аламыз да, осылай жағып аламыз. Содан кейін 180 градустағы пешке салып 5 минут пісіреміз. Ал енді ішіне 270 грамм ұнды ситадан өткізіп саламыз. Ал енді пергамент қағазға диаметрі 20 болатын шеңбер сызбаламыз да, осылай ішіне сұйықтығымызды, яғни құйып аламыз да, осылай жағып аламыз. Содан кейін 180 градустағы пешке салып 5 минут пісіреміз. Ал енді достар, бізде піскен кезде осындай 6 штук шығу керек. Және де ал қалған жан-жағында қалғандарын осылай ұнтақтаймыз. Және бұларды біз бетін сәндеуге қолданамыз. Ал енді кремін дайындайық. Кремін дайындау үшін бізге қаймақ 700 грамм және вареная сгущенка керек. 700 грамм қаймақты ыдысымызға жақсылап салып аламыз. Енді қаймақты ыдысымызға салғаннан кейін, оның үстінен вареная сгущенканы саламыз. Осылай вареная сгущенкамызды салып аламыз. Ал енді салып алғаннан кейін осыларды жақсылап тұрып араластырамыз. Біркелкі етіп араластырамыз. Ал енді араластырғаннан кейін олай осындай әдемі түс шығады. Енді біздің креміміз дайын. Ал енді мен осындай кольцоға барлық бисквиттерімді салып, кремді жағып бастадым. Енді қалғандарына да осылай жағып, барлық бисквиттерімізге осылай кремді жағып шығамыз. Яғни барлық пайда болған корждарымызға. Крем алғашқы істеген кезде сұйықтау болады, бірақ кейіннен мұздатқышқа салғаннан кейін крем қатады.
Ал енді достар, соңында осы қалған ұнтақтарды осылай жан-жағына жағып шығамыз әдемілеп. Ал енді достар, біздің тортымыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Осы рецептпен дайындап көріңіздер.